Менің есімім Ирина. Түрім орыс, тілім қазақ. Бәлкім қанымда қазақ. Балалар үйінде өстім. Анам мені туа сала мусорға тастап кеткен. Алланың қалауымен аман қалдым. Өте сұлу болып бой жеткен шағымда өгей бай анам мені асырап алды. Ол кезде 16 жастағы ештеңені, сырттағы өмірдің қандай екенін білмейтін кезім еді. Өгей анам мені алғаш көргенде көз айырмай, сонша көзі талғанша қарады. Бұндай көзқарасты ол менің туған анам болды ғой, сол үшін осылай қарады деп қатты қуандым. Өгей анам сол күні балалар үйіне күйеуіммен еріп келген. Әйтпесе бұндай жерді аса жақтырмайды. Күйеуі үшін оның жанында өзін мейірімді етіп көрсету мақсатында. Ал өгей әкем өте мейірімді, жүзіне нұр шашып тұрады. Өзі мықты кәсіпкер, 2 қалада бизнесі болған. Өгей әкем де балалар үйінен шыққан. Анамның әкесі бизнес қалдырған. Соны басқарып жүріп, өзінен жеке бизнес ашып алған екен. Әйтеуір байлығы көп. 2 этаждық үлкен үйде 4 адам ғана тұрады. Біреу қызметші, қалғаны өгей әкем, анам және өгей ағам. Ол менен 2 жасқа үлкен. Балалар үйінен кішкентай қыз баланы асырап алуға келген, бірақ өгей анам дап-дардай мені таңдады. Күйеуімен әрең келісімге келіп, мені қамқоршылығына алуға өтініштерін берді. Сондағы менің қатты қуанғанымды көрсеңіздер ғой. Өзімнің жеке бөлмем, кең сарайда тұрамын. Қалаған киім, бояу, тағы басқа бәрі кинодағыдай. Өгей анам менің қасымнан шықпай, құшақтап, әр жерімді құшақтап сипалай беретін. Өгей анамның ісін ешқандай жамандыққа жорымадым. Сәулік үйге аяқ басқаннан өмірім бірден өзгерді. Ең қымбат киімдер, ең дәмді тағамдар. Кәдімгідей, кинодағыдай өмірге күңк етіп түсіп кеткен деймін. Өгей ағам мені көре сала жақтырмады. Неге бұл қызды үйге әкелдіңдер? Бұл үй қашаннан бері қаңғыбастарға арналған мекен болған деп сөйлеген ұлына шешесі. Сынок, послушай меня, теперь это твоя сестра деп ақырын түсіндіруге тырысты. Бірақ ұлы ешкімнің сөзін тыңдағысы келмей, бөлмесіне кетіп қалды. Өгей әкем үнсіз, өйткені мені асырап алуға қарсы болған еді. Өгей әкеме кішкентай сәби керек болған екен, ал анама кішкентай сәби керек емес. Тіпті мен де мені не үшін асырағанын айтуға дәтім бармай, әзер жазып отырмын. Көп ұзамай өгей ағам шетелге оқуға кетті. Өгей әкем үнемі іс сапарда жүреді. Мені бұл үйде өгей анам ғана жылы сөйлеп, екеуміз ғана тамақтанамыз. Таңғарадай үйде ешкім жоқ. Өгей анам мен не қаласам бәрін орындайды. Бірақ екеуміз бір төсекте жатып жүрміз. Ол мені құшақтап сүйе беретін. Мен оған мәз болдым. Көп ұзамай өгей анама үйренісіп, ойымды ашық айтуды бастадым. Солай байлықта шалқып өмір сүре бастағанда, өгей әкем бір әйелмен көңілдес екенін естіп, анамның көңіл күйі болмай, үйде айқай-шу болды. Сол ұрыста естігенім: сорлы, сен менің арқамда байлыққа қол жеткіздің. Менің әкем болмағанда көшеде қайыршы болар едің. Басқа қатынмен болған қандай екенін мен саған көрсетемін. Ол қатынның адресін мен білемін. Қазір ғана жігіттерге айтып қойдым. Сәл күте тұр, сүйіктіңді жабылып зорлаған еркектерді көресің. Қазір видео жібереді деп ашулана айтқан естіген өгей әкем бір орнында отыра алмай: сенде есің дұрыс па? Олай етпеші. Қазір звондап бәрін тоқтатшы, аяғыңа жығылайын. Енді ол әйелге бармаймын, оның аяғы ауыр деп жалына бастады. Өгей анам қаһарлана: енді өмірге келетін балаң жоқ,
Енді менің байлығым да жоқ. Әкем бәрін біледі. Енді сен қайыршысың. Менің махаббатымды сыйлай алмадың. Бүгін ажырасуға қолыңды қой да қараңды батыр деп Биржа сөйледі. Сол кезде білдім, өгей анамның сондай кеттігез тасжүрек екенін. Сол кездегі үйдің атмосферасы бұзылды. Үнемі қайғыру үстінде өгей анам. Кеш батса, ішімдікті жиі ішеді. Өгей анамды қалай жұбатарымды білмей жүрдім. Бірде ол маған: «Доча, бері кел, енді сен бой жеттің, кел, бірге ішейік» деді. Өгей анамды қалай жұбатарымды білмей жүрген мен ойланбастан келістім. Анаммен виски ішіп мас болдық. Анам құшақтап ернімнен сүйіп жатыр. Мен күле беремін. Құдды клоун секілді күлкімді тияр емеспін. Өгей анам болса кәдімгі еркек секілді менің барлық жерімді сүйіп, саусақтарымен мені қостырып жатыр. Сосын өзіне соны жасауымды айтты. Мен сықылықтап күліп қайталап жатырмын. Әрі қарай айтқым келмейді. Солай өгей анаммен алғаш төсектегі ойыным басталды. Ертеңіне басым сынып ауырды. Өгей анам көңілді, мені құшақтап сүйіп оятты. Менің күйеуім секілді. «Доча, енді сен мендіксің. Сені приютта алғаш көргенде ғашық болдым. Мен сені ешқашан тастамаймын. Бірақ сен мені тастап кетсең, әкең сияқты көшеге қуаласың» деп бірден айтып тастады. Менің миым түндегі анамның істегені және мен оны қайталағанымды әлі де қорыта алмай тұр. Бәлкім мен түс көрдім деп іштей өзіме сұрақ қоюмен болдым. Анамның айтқандарын ол кезде басқаша түсіндім де: «Мам, сізді тастамаймын, люблю тебя» деп қоямын. «Ладно, милый, жұмысқа кеттім» деп анам маған ақша тастап үйден шығып кетті. Мен қалағанымның бәрін жасаймын. Ақша жетеді, қымбат көлік, салон бәрі бар. Бірақ маған жігітпен жүруге, басқаға ғашық болуға, тұрмыс құруға тыйым салынды. Қанша жігіт сөз айтып жолымда өлуге бар. Бірақ анам көрсе, естісе, одан кейін ол жігіт мені көрсе танымай кетеді. Анам жеке мафия құрған. Бірыңғай денелі сымбатты спортсмен айналысатын жігіттер. Ол жігіттерді қанша арбасам да қарамайды. Өгей анамнан қатты қорқады. Ең танымал университетте оқыдым. Өгей анаммен шетел қыдырдым. Бәрі күшті, жақсы. Бірақ өгей анамды үнемі төсекте қанағаттандыру ұнамайды. Өгей анамды ел сыйлады, бай қуатты дәулетіне бола. Беті жылтырағанмен барып тұрған ауру ғой. Түріне пластикалық ота жасатты. Сондағысы маған ұқсау болды. Ондай қатты ұқсамаса да көрген адам менің анам екен деп айтатындай еді. 18 жасымда дүркіретіп туған күнімді тойлап, қымбат көлік сыйлады. Бәрін тастап кетіп қалғым келеді. Бірақ даладай аш қалғым келмейді. Мынадай байлықтан оп-оңай бас тартқым келмейді. Арада 2 жыл өткенде елге туған ұлы шетелден оралды. Өзі сондай сымбатты. Әкесінің үйден кеткеніне ашуланып, біраз уақыт әкесін тауып, әкесінің жағдайын жасап жүрді. Анасы «Сатқын әкеңмен бірге кет» деп ашуланған еді. Ұлы да мінезді екен. Анасына ерегісіп, «Бұл менің де үйім, осында тұрамын» деп ешқайда кетпеді. Бұл маған жақсы болды. Ұлы үйде болғалы бері мені мазалауын қойды. Ал мен қой ағама есім кетті. Еркекпен болып көргім келді. Бір жағынан ол мені ұнатса, екеуміз үйленсек, мені ешкім мазаламайды деген ойда санамды жаулап алды. Көп ұзамай өгей ағамды өзіме қараттым. Өгей ағам мені төсекте ұнатқан болу керек. Ешкімге айтпай некемізді қидырып алдық. Байлық үшін ұнаттым деген мен шынайы ғашық бола бастадым. Өйткені алғашқы ер адамым сол. Анасына тосын сый жасап некемізді айтқанда түрі бұзылып: «Сын мой, ты прав?
Сосын маған қарап, мен саған бұрын ескерттім ғой, неге мені сатып кеттің деп диванға отыра кетті. Ашуын ішіне сақтап, түр бермей отырған мен сезіп тұрмын. Ну, будьте счастливы деп бөлмесіне көңіл күйі бұзылып кетсе барды. Көп уақыт өтпей күйеуім болған өгей ағам мен сияқтылардың бірнешеуімен көңіл көтеруді шығарды. Басында жылап, неге маған үйлендің деп айқайлап едім. Ол мені қылғындырып, сен кімсің қаңғыбас, мені ештеңе білмейді деп жүрмісіңдер, жіліптер. Бір-біріңді қанағаттандырып жүргендерді әрдайым ноутбукпен көріп отырамын. Саған әдейі үйлендім. Анамнан және сенен кек алу үшін. Сен келгелі бұл үйдің атмосферасы бұзылды. Әкем мен анам сенің кесіріңнен ажырасты. Енді көрде тұр, жасаңды анам қалай беретін деп айтқанда, өлген жерім осы екен деп жылай бердім. Мен өгей ағамды торыма түсірдім деп ойласам, ол мені торына түсірген екен. Ол шетелде тұрса да осы уақыт бойы жасырын камера қойған екен мені аңду үшін. Ең сұрақысы, менің бөлмеде ол камера. Оның шешесімен не істегенімізді күн сайын көрген екен. Сондағы камераны қойған себебі менің қандай екенімді білу үшін қойыпты. Бұл шындықты енеме, өгей анама айта алмадым. Күйеуім болған өгей ағам тағы да шетел асып мені тастап кетті. Ал мені енем білгенін жасап зорлап жүр. Ел еркектен зорланса, мен сорлы қатыннан зорланып жүрмін. Басында мені бұл үйден қумақшы болды, бірақ жалғыз қалуға қорықтым екен, мені кешіргендей болып қабылдады. Бірақ мені өзін сатып кеткені есіне түссе, шашымнан сүйреп бетіме, аузыма бір жермен отырып, үйкелеп білгенін жасап жүрді. Арада біршама уақыт өтті. Жазамның өтеуі аяқталып, өгей анамның қайтадан сүйіктісі болдым. Одан еш уақытта кете алмаймын. Қазір менде бәрі бар, бірақ ешқандай махаббатым жоқ. Адам қатарынан әлдеқашан өшірілген жанмын. Бұл оқиғаны ішіме сыймай жазып отырмын. Неге елге әшкере етіп соттаймайсың дейтіндерге айтайын. Өгей анам министрдің қызы. Тамыр-танысы жетерлік, ақшамен сотқа жеткізбейтін күші бар. Мен шындықты айтып соттатсам, бәрібір мені кінәлап етіп шығаратын жаңа Қазақстан емес пе?